Қайырлы күн достар, бүгін зейін мен зердені айтатын боламыз. Зейін, зерде екеуі былай қарап тұрсаң, білім деген сияқты бір мағынаны беретін сияқты, бірақ екеуі екі түрлі ұғым. Зейін дегеніміз бір нәрсеге зейінді қойып оқу, бір нәрсеге фокусты қойып, кітап оқығанда болсын, мысалы, сол зейініңді қойып, до конца бір жұмыс істегенде соңына дейін бітіру. Ал зерде дегеніміз ақ пен қараны ажырату. Әлеуметтік желіде көптеген ақпараттар бар. Соның қайсысы бізге керекті, қайсысы керекті емес екенін осы зерде туралап береді. Осыған байланысты бір өзімнің өмірмен өткен бір осы жолы есіме түсіп тұр. Бір сәт пойыздан келе жатқан кезде бір қыз маған айтады да, 4-5 әйел әңгімелесіп отырғанбыз. Сонда маған айтады: сіз дейді, өзіңізге керек нәрседе қосылады екенсіз, керек емес жерде кетіп қалады екенсіз. Бұл қалай деп сұрақ қойды. Сонда мен айттым: мен өзіме керекті жерде қосыламын, керексіз жерде біреуді жамандаған кезде мен ол жерде қосылмаймын. Өйткені мен Алланың хақына кіргім келмейді. Алланың хақына кіргім келмейді. Ол үшін мен сабақ сынақ аламын. Маған зачем ол? Одан кейін мен оның ертең ауыруы мүмкін, сондай бір жағдайлар болуы мүмкін. Маған ол керек емес. Маған мысалы өмірлік сабақтар береді. Ол маған қандай сынақтар береді, маған ол керек емес деп едім. Әлгі қыз: олай осылай екен ғой деп, екеуміз көпке дейін әңгімелестік. Пойыздан осы өзіміз жаққа дейін, Өскеменге жеткенше әлгі қызбен әңгімелесіп, көп нәрсе алатыным сізден көп екен ғой деп таңғалдым. Сол сияқты өздеріңіздің өмірлеріңізде зейін мен зердені қоссаңыздар, өмірлеріңізге өте көп әсер етеді. Өйткені мен көп оқыдым, көп адамдардың білмейтіндігі осы зейінді іске қоспайды, зердені іске қоспайды. Зейінді іске қоссаң, ол да көмектеседі, зердені іске қоссаң, ол да көмектеседі. Зейін дегеніміз, мысалы, бірдеңені тыңдағанда, бір іске жасағанда ортасынан қалдырып кетеміз, бір до конца жасамаймыз. Содан бұл қалай, неге бұның несі шықпайды результаты? Бір оқуды оқисыз, ешқандай сізде результат жоқ. Өйткені сіз зейініңізді қосқан жоқсыз. Ал осы солай, зерде дегеніміз, сіз бір бағытта келе жатсыз ба? Сол бағытта, мысалы, менің мынау миссияма жеткізуге апарама, апармаса тыңдама. Ол сенің энергияңды алады. Ол сенің энергияңды алғаннан кейін сен уже көңілінен түсіп, энергия түскеннен кейін адам денесі шаршайды, миы шаршайды. Ол бізге керек па? Керек емес. Көп нелер айтады, психологтар айтады: бүйтпе, сөйтпе дейді. Бізге оның бәрі оқыдық, мысалы, әсер етпей жатыр. Ол қайдан? Өзімізді танымағаннан. Өзімізді жақсы көру дейді, өзімізді жақсы көр, адамзатты жақсы көр. Ең бірінші өзіңді білмесең, сен өзіңді жақсы көре алмайсың. Мысалы, біз кімбіз? Бізді Алла кім қылып жаратты? Біз рухпыз. Рухани жаңғыру деп, мысалы, Назарбаев неге айтты? Рухани жаңғыруымыз керек деп. Президентіміз Тоқаев неге айтты? Рухани жаңғыру бізге ішкі жан дүниеміз, біздің ластанған көп адамдардың. Сол үшін біз осы немізді, зейін мен зердемізді қосу. Абай Құнанбаев айтқан ғой: адамзаттың бәрін сүй, адамзаттың барын сүй бауырым деп, ол Алланың жаратқан жанынан тәтті дейді. Алла бізді рух қып жаратқан. Мен сіздерді жалпақ тілмен айтайын. Мысалы, психологтар айтып жатады: өзіңді сүй. Біз ең бірінші кім екенімізді білуіміз керек, өзімізді сүю үшін. Кім екенімізді білуіміз керек. Біз рухпыз. Мына скафандр, мына дене біздікі. Бізді қаптап тұр. Жан біздікі. Сонан кейін дене өледі, жан өледі, рух өлмейді, ол мәңгілік деп жатады. Сонда біз рухпыз. Біздің рухымызды дамытуымыз керек. Мына әлемде рухани байлық бар и материалдық бар. Материалдық байлықты, оны көзге көрінетін нәрселер олар. Материалдық. Мысалы, мына қағаз көзге көрінеді. Бұл
не материалдық байлық, мынау да материалдық байлық, анау да мысалы не кәсе қасық, анау мынау перде, тарелка, анау мынау палас, төсек, ана бәрі материалдық байлыққа жатады. Рухани байлыққа ол өзіңнің жаңағы рухың, ішкі жан дүниең, ішкі жанның 12 арнасы, осының бәрі рухани байлыққа жатады. Оны келесі сабақта айтатын боламын. Енді соның бәріне назар салу керек деп не бірдеңке ақпарат алған кезде де зейінді қою керек. Зейінді қойып серпіліс жасап тыңдау керек. Миға серпіліс, былай екен ғой деп. Сол кезде ғана адам өзіне қабылдайды. Физика заңдылығында да солай, кванттық серпіліс деп жатады ғой. Сол сананың ішіндегі ол серпіліс, санаға серпіліс жасап отыр. Сол кезде ақпаратты қабылдау, сол кезде жақсы болады. Көрінген мындан ақпаратты жинай бермеңіздер дейтінім сол. Енді өзіңізді қабылдадыңыз, өзіңіздің рух екеніңізді қабылдадыңыз. Енді жеті атаңызды, тегіңізді қабылдауыңыз керек. Өйткені жеті ата тегіңді қабылдамай, сен өзіңді қабылдай алмайсың. Жеті ата тегіңді қабылдамай. Мысалы, мен айтып отырмын, аяғы ауыр адамдар баланы, мысалы, құрсағында бала бітті, ол бала туылғаннан кейін, мысалы, жоқ, іште жатады. Іште жатқаннан кейін анасы ойлайды, ана енесіне өкпелеп қалады, мына күйеуіне өкпелеп қалады. Бала дүниеге келген кезде нетеді, бала өзін керексіз сезінеді, өзін несін қабылдамайды, тегін қабылдамайды. Жәнегі өзін тегін қабылдамағаннан кейін, әкесін қабылдамағаннан кейін, жеті атасын қабылдамағаннан кейін баладан бір үлкен тұлға шығу мүмкін емес. Өйткені ол өзін қабылдап тұрған жоқ. Көрдіңіз ба, мән беру керек. Сол үшін және өзіңіздің аяғыңыз ауыр болған кезде өзіңізді дамытуыңыз керек. Сонда ол балаға өтеді. Ойбай, балам оқы деп сіз алып, кітапты оқысаңыз балаңыз үшін емес, оны өзіңіз үшін оқуыңыз керек. Сонда балаға ол әсер етеді деп оқысаңыз, балаңыз мынандай бала туылады екен. Оны мен шығарған жоқ, мен өзім оқығаннан кейін құрсақ тәрбиесін мен оқыдым, мен өзім көп оқыдым. Баланы қалай тәрбиелеу керек, 5 жасқа дейін бала туылғаннан кейін де 5 жасқа дейін, 14 жасқа дейін мен тәрбие туралы оқыдым. Өйткені менің 15 жастағы балам бар қазір. Соларды оқыдым. Оларды тәрбиелеу барысында өзім басымдан өткеннен кейін ғалымдар оның бәрін, тілімізді, дінімізді қабылдамасақ, бізден ертең мықты президент, елін қорғайтын балалар туылмайды. Сол үшін біз қазақпыз ба? Қазақ екенімізді мойындап, біз рух екенімізді мойындап, алдыға қарай дамуымыз керек. Өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте деген сөз осыдан шыққан. Өзге тілдің бәрін білгеніміз дұрыс, білмеңіздер деп жатқаным жоқ. Орысында, ағылшында, басқа да Қытайында тілін білген дұрыс, бірақ өзіңді қабылдауың керек. Білмегеннен кейін, білместіктен біздің сол кездегі кеңес үкіметіндегі адамдар солай қарай жылжыды, солай болды. Райымжан Марсеков айтқан, өздеріңнің тілдеріңді, өздеріңді қорғау, ол кісі заңгер болған ғой, өздеріңді қорғау үшін нелеріңді ұмытып тұрмын, жаңағы орыстың тілін біліңдер деген, ал оған беріліп кетпеңдер деген. Ертең рух не болып, мына әлемнен жойылып кетеміз деген. Тіл мен дінді ұмытсақ, дінді ұмытқанмен жойылмайсың. Ол эксперимент жасалған. Тілді ұмытса, ұлт жер бетінен жойылған. Ондай ұлттар бар, өкінішке орай, жер бетінен жойылып кеткен. Тілін алып алған орыстар, есіме шығып тұр, бір не бар, ұлт бар, мен жер бетінен жойылып кеткен. Тілін алып тастаса, ол жоғалады. Ол да енді тарихта айтылған. Қазір енді кейін айтам ол жайында. Сол адам зомби болып жүреді. Өзінің ұлтын қабылдамайды, өзінің жаңағы
тегін қабылдамайды, рухы сөніп жүреді, қорқақ болып, солай болып жүреді бала. Бала емес, адам. Өзіңізде мысалы бірдеңе бастайын десеңіз, бір блоктар болуы мүмкін. Иә, ол қайдан деп зер салсаңыз, ол бастапқы құрсақтан, анаңыздың қорқынышы болуы мүмкін. Мысалы, сіз біреуді қабылдамасаңыз, или туысыңыздан, или бірдеңе әкеңізді қабылдамасаңыз, ойлап көруіңіз мүмкін, қайрасаңыз, ол может әке-шешеңіздің ойы болуы мүмкін. Мен айтып отырғаным осы құрсақтағы тәрбие, ол құрсақтағы тәрбие, сіз қазір әкеңізді қабылдамайтындығыңыз, может сіздің шешеңіздің сіз құрсақта жатқандағы ойы болуы әбден мүмкін. Сол үшін соны ажырата білуіңіз керек. Соны айтайын деген, құрсақта баланы тәрбиелеу керек. Баланы емес, өзіңді тәрбиелеуің керексің. Өзіңді тәрбиелеген кезде, мысалы, құрсақта бала тәрбиеленеді. Мына осы 3-ші триместр ғой, алдындағы триместр, осыны өте дамытқан дұрыс екен. Осы рухани байлықты дамытқан дұрыс. Өзіңді дайындауың керексің босануға, ертең сондай мықты бала туылу үшін. Солай Абай Құнанбаевтың толық адам ілімі, күш қуат қайрат, жаңағы зомби болып жүрсең, сен адам емессің, қорқақ болсаң адам емессің. Ал күш қуатың толып, жан дүниең тыныш болатын болса, толық адам ілімі деген Абай Құнанбаевтың айтатын сөзі осы екен. Енді құрметті достар, менің айтқан ақпаратым сіздерге ұнаса, лайк басып, каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Келесі сабақта мен Жанның 12 арнасын айтатын боламын.